Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен өте маңызды тақырыпта өтеміз. Яғни кәсіпкерлер осы уақытқа дейін SMM сабақтарын өте көп оқыды, бірақ алайда нәтижесінде маркетингті қалай құру керек, парақшаны продажаға қалай дайындау керек, жарнамаға дейін қандай процесстер жүру керектігін білмей қателесіп жатады. Ал бүгінгі осы эфирде сіздер бұйырса маркетингті толыққанды түсінетін боласыздар. Өйткені мен сіздерге вообще парақшаны жан-жаққа дамытуға, например, блогерге жарнама бермес бұрын, таргетингке жарнама бермес бұрын біз қандай этаптардан өтуіміз керек, клиенттің миына кірмей жүрегінен қалай орын алуымыз керек, бүгінгі тікелей эфирде айтылатын болады. Так, шамалы 5 минут уақыт күтеміз, оқырмандар толығынан кіріп алсын. Ал оған дейін айта кетейін, бізде эфир 1 сағатқа созылатын болады. 1 сағат уақыттарыңызды аламын, және эфирді кім до конца соңына дейін көреді, ол кісілерге менен сыйлық берілетін болады. Сыйлыққа кәсіпкерлерді миллионер ететін 5 техника беріледі. Мысалға, қазіргі таңда көбісі, например, кәсіппен айналысып жатады, но өзін кәсіпкер ретінде өзінде ешқандай бір қалай айтсам болады, кәсіпкерлердің психологиясын түсінбей жатады. Кәсіпкер қалай үй шаруасында, кәсібінде жүргізу керек, қалай реттілікпен жүргізу керек деген сияқты. Көбісінің, мысалға, байқап қарайсыздар ма, барлығы кәсіпкер болғысы келеді, барлығы алға ұмтылады, барлығы бай болғысы келеді, но 100-дің 10-ы ғана жетіп жатады деген сияқты. Сондықтан да мен сіздерге кім тікелей эфирді до конца аяғына дейін көреді, сол кісілерге мен кәсіпкерлерді миллионер ететін 5 техниканы сыйға беремін. Миллионерлердің барлығы ол техниканы уже жақсы біледі. Ол сабақты көргенде сіздер түсінесіздер, не техника екенін. Ал енді бізде бүгінгі тақырып ол біздің өзіміздің бизнесімізді қалай продажаға дайындауымыз керек. Оған дейін бізде қандай этаптар тұр, соны бүгін ашып айтып беретін боламын. Эфир без воды дейді, яғни сылдыр сусыз болады бұйырса. Мұнда мен өзімнің оқырмандарым кіріп отыр екен. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Так, енді 1 минут күтеміз, сосын уже эфирді бастап кетеміз. Так, менің ақылы сабағыма, яғни қатысып жүргендер бар ма? Сабағыма бұрын соңды қатысып, тыңдап жүргендер плюс қойып кетіңіздер, мені танитын оқырмандар. Ал танымайтын оқырмандар минус қойып кетсін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы маркетинг және парақшамызды сатылымға дайындау. Дауыс барлығы естіліп тұр ғой, да? Микрофон тағып алайыншы. Бұрын соңды сабағыма қатысып көрмегендер минус қойып кетіңіздер. Қатысып жүрген оқырмандар плюс қойып кетіңіздер. Қазір микрофон тағайын деп жатырмын. Так, микрофонды тақтым. Дауысым естіліп тұр ма? Қазір айтып жіберіңіздер. Жаңа ғана мына микрофон тағып алдым. Дауыс естіліп тұр, барлығы жақсы, да? Ендеше кеттік, сабағымызды бастайық. Танитындар бар, танымайтындар бар, общем кеттік, да? Ал тікелей эфиріне қош келдіңіздер оқырмандар. Бүгінгі эфирдің тақырыбы, тағы да қайталап өтейін, бүгінгі эфирдің тақырыбы маркетинг және Instagram парақшамызды, жалпы бизнесімізді қалайша продажаға дейінгі этаптарға дайындау керек. Мысалға, дәл қазір мен білемін, көбісіңіз SMM сабақтарға қатысып көргенсіздер, я? Профильді қалай толтыру керек, текстті қалай жазу керек, жаңағы картинаны қалай жасау керек, таргетингті қалай жасау керек деген дүниелерді білесіздер, бірақ основасы
оны қалай сатылымға шығару керек, сатылымға дейін қандай процесстерді біз ескеруіміз керек, қалай жұрттан ерекшеленуіміз керек, қалай бизнесімізді бір жүйеге келтіруіміз керек деген сияқты. Яғни көбісінікі әлі бір сарын. Білімді алып алғанмен, оны әлі қорыталмай, одан әлі результат көре алмай жүрген проблемалар, осындай адамдар өте көп. Сондықтан да дәл бүгінгі эфирді мен шығаруыма себеп болып отырсыздар. Бүгінгі эфир сақталмауы мүмкін, өйткені мен кешкісін тікелей эфирге шықтым. Сол кезде де өте маңызды ақпарат айтылған. Ол эфирім өкінішке орай сақталмады. Енді оқырмандар, до конца қарап алыңыздар. Бірден айтам, бүгінгі эфир өте маңызды. Сразу қағаздарыңызбен ручкаларыңызды алып, түртіп алып отырыңыздар. Және бүгінгі тікелей эфирді көрген оқырмандарға сыйлыққа мен кәсіпкерлердің өмірін өзгертетін 5 техниканы сыйға беретін боламын. Осы тікелей эфирдің арасында құпия сөздер айтылып отырады. Сол құпия сөздерді өздеріңізге жазып отырыңыздар. Кім толық сөйлемді құрап маған жібереді, ол кісілер міндетті түрде кәсіпкерлерге арналған 5 техниканы менен алатын болады. Дайректке жазып. Ал енді кеттік. Бізде мықты маркетолог Филипп Котлер айтады да, клиенттің миына кірмеңіздер дейді. Клиенттің жүрегінен орын алыңыздар дейді. Оның мағынасы, түпкі мақсаты неде? Мысалға, біздерде Стив Джобс десе, онда сіздердің ойларыңызға не естеріңізге түседі? iPhone телефон естеріңізге түседі, уже ол кісі өзінің жеке брендін қалыптастырып тастаған. Ал біздің қазақстандықтардан айтқанда, КН десе, мысалға, логотипін, онда біздерде уже міндетті түрде Қайрат Нұртас біздің есімізге түсіп жатады. Немесе Қуаныш Шонбай десе, менің өзімнің мықты менторым, ол кісіні Қуаныш Шонбай деп айтса, уже Шонбай онлайн университет, Қуаныш Шонбайдың сахнаға шығып, бетіп түсіндіріп жатырғаны уже жүрегімізден орын алады. Немесе Ахметбек Нұрсыла десек, уже үлкен бизнес бастау, сондай уже біздің ойымызға бірден сол келіп жатады да, мысалы ретінде. Яғни сол маркетингтің, жалпы бизнес жүргізуде ең басты мақсат ол клиенттің сеніміне кіру және клиенттің жүрегінен орын алу. Ендеше мен сіздерге керемет ақпарат дайындап қойдым. Бізде клиентті шақырудың өзінің кезеңдері бар. Клиентті шақыру үшін бізде 2 кезең бар, оны мен қазір таныстырамын. Клиентті біз алдымен сендіріп алуымыз керек. Яғни ол клиенттер сіздерге сенбейді да, мысалға. Сіз, например, таргетингке жіберіңіз, блогерге жарнама беріңіз, аннан, мыннан атып шыға беріңіз, бірақ клиент бірден сізге сенбейді олар. Бірінші күмәнданады. Бұның стажы бар ма, бұл маған бірдеңе үйрете ала ма, немесе сатып жатырған заты шынымен де жаңағыдай, қалай айтсам болады, пайдалы ма деген сияқты. Адамдар бізге сенбейді, өйткені клиент бізді танымайды. Сондықтан танымағаннан кейін, ол сіздің мықты маман екеніңізді білмегеннен кейін, конечно, ол сенбейді. Ең бастапқы сіздер кәсіп бастап жатырғандағы ең қиналатындарыңыз бұл осы клиентті шақыру кезеңі болып табылады. Енді міне, шақыру кезеңі ол 2 бөлікке бөлінеді. Біреуі мінеки назар аударту болса, екіншісі ол сіздерде клиентті сендіру болып табылады. Осы 2 кезеңді қазір мен сізге шаг-шагымен түсіндіріп өтетін боламын. Алдымен енді қараңыздар, назар аударту ол сіздің қазір мысалы Instagram парақшаны дұрыс жүргізу дегендерді сіздер қазір қолға алып, барларыңызша жарнамаларыңызды сапалы етуге тырысып жатырсыздар. Ол дұрыс, мен оны қолдаймын. Ең бастысы сіздер мысалға енді таргетинг жібергенде, қазір бізде енді неге біз Инстаграмды қолға алып жатырмыз? Ол өйткені бізде Инстаграм ең басты мәселе болып тұр. Халықтың барлығы Инстаграмға кіреді. Сондықтан да біз бизнесмендер өзіміздің кәсібімізді амал жоқтан осы Инстаграмда дамытуды қолға алдық десек те болады. Ал енді Инстаграмда бізде жарнама жіберудің жалғыз тәсілі ол таргет арқылы жіберу немесе блогер арқылы жіберу. Оны мен алдыңғы тегін сабақтарында айтып кеткен болатынмын. Енді жарнамаңыз бастысыз кімге берсеңіз де сапалы болу керек. Ең бірінші шаг жазып алыңыздар. Жарнамаңыз сапалы болу керек.
Ал жарнама сапалы болсын, ладно, сіз креативті фотоны там арнайы дизайнерден жасатып алдыңыз, текстті арнайы бар копирайтерға жаздырып алдыңыз, жарнамаңыз өте өтімді, прям таргетологқа апарып таргетингті жіберттіңіз, мықты блогерге апарып жарнамаңызды жібердіңіз, бәрінен ақша аяған жоқсыз делік. Ал енді жарнамаңыз өтімді болды, клиенттердің барлығы сізге хабарласам деп парақшаңызға бір кіріп қалып еді, Инстаграм парақшаңыздың боғы ағып жатыр. Мысалға ретінде, актуальдеңіз дұрыс безендірілмеген, аватарларыңызды қараңыздар. Аватар, егер сіз услугамен айналысатын болсаңыз, сіздің артқы фоныңыз бір тегіс, тек қана мынау жалпы немен ірі планмен түскен, ракурстағы түскен фото болу керек. Мысалға, дәрігер болсаңыз, ақ халатпен әдемі болып түскен фотоңыз, бизнес-тренер болсаңыз, ақ рубашкамен түскен фото деген сияқты, я. Бастысы аватарға қарайды. Аватар анық, профессионально түскен болу керек. Кәдімгі бұлдырлаған, тойда түскен, қасыңызда балаңызбен түскен, күйеуіңізбен түскен, ондай фото жарамайды. Сіз өзіңіздің жеке брендіңізді дамытам деп қолға алдыңыз ба? Сіз уже бизнесменсіз ба? Онда сіздің аватарыңызға бірінші очередь мән беріңіздер. Яғни ірі планмен түскен, анық түскен, артқы фон единый, ешқандай гүлі жоқ, осындай міне көк осылайынан түскен фото болу керек. Ал егер де сіздің саудамен айналысатын болсаңыз, сіздің логотипіңіз болу керек. Брендированный логотип. Логотиптерді қазір арнайы дизайнерлер жасайды. Соларға заказ беріп, өзіңіздің жаңағы бизнесіңізге байланысты логотип жасатып алып, тек қана логотиптің суретін қоюға болады. Бірінші очередь, яғни парақшаңызға адам логотипті қарайды. Екінші, профильдің толтыруына қарайды. Профильді толтырғанда бақытты анамын, андай мен сізді бизнеске шақырамын, онлайн жұмыс деп қою қазір модада емес. Профильді толтырғанда ішінде сіз кімсіз, қандай экспертсіз, бұл парақшадан оқырмандар қандай пайда ала алады, сіз оқырманға не бере аласыз, нақтылықпен ғана жазасыз. Бұл жерде сіздің эксперттігіңіздің стажы қандай нақты. Мысалы, киім сататын болсаңыз, ол киіміңіз қайдан келеді, Турция ма, Пекин ба, доставка бар ма деген сияқты нақтылықпен жазу керексіз. Профиліңізді жақсылап толтырып алдыңыз ба? Профильді толтырғанда міндетті түрде смайликпен безендіріңіздер, қатесіз жазыңыздар. Көп адамдарды қараймын, қатемен жазады. Профильді толтырғанда өзіңіздің конкуренттеріңізді зерттеңіз. Конкуренттеріңіз, мысалы, 4-5 конкурентіңізді зерттеңіз, олар қалай толтырған, солармен салыстырмалы түрде сіз олардан қалай ерекшелене аласыз. Шет елдің, яғни Ресей мемлекеттеріндегі сіздің нишаңызбен нишалас оқырмандарды іздеп, солардың профиль толтыру әдісін өзіңізге белгілеп ала аласыздар. Одан кейін бар, Инстаграм парақшаңызда визуалға мән береді. Яғни парақшаңызда мысалы көк цвет па, көк түсті картиналар бір-бірімен үйлесімді, ау болу керек деген сияқты. Яғни дизайнға мән беріңіздер, ішіндегі текстке мән беріңіздер. Қазір бұрын бізде қарапайым өмірде бізді түрімізге қарап қарсы алып, сөзімізге қарап шығарып салатын еді ғой. Дәл осы қазір Инстаграмда да бар. Сіздердің визуалдарыңызға қарап сіздерді қарсы алады, сіздердің тексттеріңізге қарап сіз туралы түйін түйеді, сізді шығарып салады деген сияқты. Одан кейін бар, мында сайт деген тұрады, я, мында жаңағы веб-сайт деп тұрады ғой, редактировать профильдің ішінде. Оның ішіне арнайы өздеріңіздің сайттарыңызды жасатып қойыңыздар. Сайтты YouTube'дан қарап алсаңыздар болады. Қалай жасалу жолдары барлығы бар. Сайтты тилдамен жасай аласыздар, немесе таплинкпен жасай аласыздар. Таплинкпен жасау өте оңай. Ерінбеңіздер, дәл бүгін менің эфирімнен кейін YouTube'ға кіріп, таплинк сайтты қалай жасау керек, жаңа видеолар толып тұр, соларды қарап өздеріңізге сайт жасап алыңыздар. Сайтта сіз кімсіз, парақшаңыз не туралы, сіздің өзге адамдардан ерекшелігіңіз қандай нақты тауар сатасыз немесе қызметпен айналысасыз, қандай акциялар бар, қаяққа хабарласу керек. Соның барлығын сайтқа как толтырып қойыңыздар. Одан кейін бар, міндетті түрде YouTube каналыңыз болсын.
Сіз не только Инстаграм, сіз ютубта да дамытыңыз жаңа неңізді, бизнесіңізді. Сіз бизнес ватсаптың простой түрін қолданбаңыздар. Бүгіннен бастап бизнес ватсапты қолданыңыздар. Бизнес ватсап Play Marketке жазасыздар, скачать етіп аласыздар. Сол бизнес ватсаптың ішінде каталогтар жасауға болады, әрлеуге болады. Яғни бизнес ватсаптарыңызды ашыңыздар, Telegram канал ашыңыздар, YouTube канал ашыңыздар, Instagramдарыңызды дұрыстаңыздар. Осылай сіздің сапалы жарнама беріңіз. Сонда сіз клиенттің, яғни мен сіздерге айттым жаңа, клиентті шақырудың екі кезеңі бар. Ол біріншісі назарын аударту деп. Сіз назарын осылай аударта аласыз. Екіншісі ол сендіру. Яғни біз уже клиенттің сеніміне кіру керекпіз. Қалай сеніміне кіреміз? Арнайлап нысандағы аудиторияға, енді барлық, мысалы, көбісі айтып жатады, нысандағы аудиторияларыңызды зерттеңіздер, нысандағы аудиторияларыңызды зерттеңіздер деп. Нысандағы аудиторияларыңызды қалай зерттейсіздер? Мысалға, менің нысандағы аудиториям ол сетевиктер, кәсіпкерлер барлық, саудамен айналысатын кәсіпкерлердің барлығы кіреді. Барлық жеке бренд болғысы келетін эксперттер, инфобизнесмендер, SMM мамандары, үйде декретте жұмыссыз отырған аналар да менен сабақ оқи отырып, өздерінің бизнестерін қалыптастыра алады деген сияқты. Менің нысанда аудиториям осылар. Бірақ мен таргетингті жібергенде осы 7 нысандағы аудиторияма 7 түрлі текст жазып, 7 түрлі тақырып офер жазып, 7 түрлі текст, картина жасап, 7 түрлі реклама жіберем. Сонда ғана менің жарнамам өтімді болады. Клиенттердің сеніміне сол кезде кіресің. Мысалға жазатын болсам, 35 пен 60 жас, немесе 35 енді жас қой, 40 жас пен 60 жастағы оқырмандарға арналған SMM десем, мен уже ол кісілердің сеніміне кірем, үлкен кісілердің. Олардың есте сақтау қабілеті, олардың сабақ оқу процесі өте жай ғой. Сондықтан мен ол кісілерге бөлек істеймін. Сетевиктерге арналған SMM деп, сетевиктерді өзіме тартып аламын. Сауда-саттықпен айналысатын оқырмандарға арналған SMM деп, яғни әрқайсысына мен тексттерді, оферлерді әртүрлі жазамын. Солайша мен сеніміне кірем. Осы қағиданы сіздер де ұстаныңыздар. Одан кейін бар клиенттеріңіздің видео отзывтары. Мысалға, чем сіздің клиенттеріңіздің фото отзывтары бола берсін, ол да плюс, бірақ видео отзывтарын салсаңыз, ол басқаша әсер етеді екен өзге клиенттерге. Видео деген все равно сіздер, мысалы, қазір мен просто картинамен, постпен мен сізге сабақ бере алмаймын ғой. Сол сияқты сіздердің сабақтарыңыздың, немесе сіздердің тауарларыңыздың, қызметтеріңіздің, заттарыңыздың деген сияқты кереметтілігін ол клиенттер видео отзыв арқылы жеткізеді екен. Осыны есте сақтаңыздар. Енді үшіншісі ол пайдасы мол видеолар. Мысалға, сіз өзіңіздің қызметіңіз немесе тауарыңыз туралы кәдімгі түсіндірген, мен мысалға соңғы уақытта байқасаңыздар, кілең осындай пайдалы видеолар салып жүрмін да. Қалай мен осы пайдалы, күнде пайдалы видеоларды сала бастадым, соғырлым маған жеке коучингке жазылған оқырмандардың саны күрт өсті. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені пайдасы мол видеолар салғанның әсерінен маған уже оқырмандардың сенімі де ұлғая бастады десем болады. Сондықтан да сіздер де өздеріңіздің эксперттіліктеріңізді дамытатын пайдасы мол видеолар салсаңыздар, міндетті түрде клиенттердің сенімінен орын аласыздар. Потом тегін мықты пайдалы ақпараттар беріңіздер. Прям соңғы сіздің постыңызға, сіздің парақшаңызға кіргенде соңғы 15 пост сізде уже пайдасы мол, алып түйірі бар. Клиент сізге уже сіздің қандай екеніңіздің, сіздің эксперттілігіңізді дәлелдейтін посттар болса, және сол посттың астында керемет бір комментариялар болса, лайктар болса, онда міндетті түрде клиент сізге сенетін болады. Одан кейін бар, өзіңе мықты сенімді болу. Мысалға, видео түсіргенде де, текст жазғанда да адамның өзінің маманы ма, өз ісінің маманы ма, әлде өзің бизнесін дұрыс білмей ма, оқырмандар біліп қалады. Олар оқырмандарды сен алдай алмайсың да. Сондықтан да сен өзің тауар сатумен айналысасың ба, услуга қызметіңізбен айналысасыз ба, алдымен өзіңіздің бизнесіңіз туралы 100%-на біліп алыңыз.
Когда сіз өзіңіздің бизнесіңізге уверенно боласыз, сіз когда өзіңізге сенесіз, уже сол кезден бастап сізге өзге адамдар сенеді. Мысалы, қазір мен сіздерге тікелей эфирге шығып отырып, көзімді былай, бүйтіп, былай дәптерді қарап айтатындар бар да, мен ондайларды көремін да. Қазір мынаны айттым, мынаны айту керек, деп ана жаққа қарап, мына жаққа қарап, көздеріңізге тіке қарамай айтатын болсам, онда сіздер моментально мен тікелей эфирінен де шығып кетесіздер, маған сенбейсіздер, иә. Сондықтан да егер де сен өзіңе мықты сенімді болсаң, өзіңнің қызметіңе немесе тауарыңа сенімді болсаң, онда өзге адамдар да сізге сенетін болады. Бұл мықты фактор, жазып алыңыздар. Одан кейін барып, мысалға, егер де қандай да бір өзіңіздің салаңыз бойынша сертификаттар болатын болса, дәлелдемелер болатын болса, кейстер болатын болса, до-после суреттер болатын болса, мысалға, мен всегда маникюр жасатқанда, мен барам Ақтөбеге, мысалға, кей кезде өзімнің мастерім бос болмағанда басқа мастерге барам, сонда қолымды берсем, до фотосын, после фотосын түсірмейді. Сосын мен міндетті түрде айтам, неге сіз түсірмейсіз? Сіздің менімен отырған 2 сағат уақытыңыз алтын ғой, оны неге кейс ретінде өзіңіздің Инстаграм парақшаңызға шығармайсыз деп мен өзім айтам да, всегда. Кіммен жұмыс жасасаңыз да оны кейс ретінде алуға тырысыңыздар. До суретін, после суретін алып, қалай өзгергенін, клиенттеріңізге әрқашан сіздер кәдімгі результатты көрсетіп, нәтижені немен жұмыс жасадыңыз, қандай результат шығардыңыз, клиенттеріңіз не істеп жатыр, қандай пікірде, соның барлығын еш бүкпесіз сіз досыңызға, анаңызға бір мақтанып айтасыз ғой. Мысалға, бүгін мен жұмысымда мынандай болды, бастық мені былай деп мақтады, мен бүгін мынандай жетістікке жеттім деп барлығын досыңызға, жолдасыңызға, ата-анаңызға айтасыз ғой. Сол сияқты сіз өзіңіздің оқырмандарыңызға осының сол результаттың барлығын жеткізетін болсаңыз, бүкпесіз барлығын как есть айтатын болсаңыз, онда клиенттердің сіздерге сенімдері мол болады. Постоянно, мысалы, бүгінгі күніңіз қалай өтті, барлығы, мысалы, стористе сіз соның барлығын жариялап отыратын болсаңыз, әрине сізге уже сенімділік арта бастайды, оқырмандар. Көбісі бұндайға бармайды, ал сіз соған бару керексіз. Клиенттерден еш бүкпейсіз, досыңызға әңгіме айтатын болсаңыз, онда клиенттердің сенімдері мықты болады. Және клиенттің проблемасын көрсетіп, оның шешімін айта біліңіз. Мысалға, клиент сіздің, енді сіз қандай да бір бизнеспен айналысқаннан кейін, сіз клиентті А точкасынан Б точкасына міндетті түрде жеткізесіз. Сіз клиенттің шешімін, яғни проблемасын шешіп беретін бизнеспен айналысасыз деп ойлаймын. Шаш қиятындар, ол клиенттердің шашын өсіп кеткен шашты түзелейді. Киім сататындар, олар әр адамның жеке брендін, изюминкасын көрсететіндей, мысалы, клиентті ашып тұрады, мысалы, киім сондай бір проблемасын шешеді ғой, киімі жоқтарға киім деген сияқты. Мысалға, мен қандай проблемасын шешем, мен кәсіптерін жүргізе алмайтын, қалай жүргізгілерін білмей жүрген оқырмандарға мен шешім тауып берем. А точкасынан Б точкасына жүргізем, уже менің сабағымды оқыған адам уже кәсібін қалай дамытам, ойбай, білмеймін деген проблемадан арылады. Сол, яғни сіз өзіңіз Инстаграмыңызға белгілі бір клиент келді ғой сізге проблемамен, және сіз оған қандай шешім көрсеттіңіз, соны пример ретінде барлығын ашып тастамасаңыз да, пример ретінде көрсететін болсаңыз, ол да сіздің клиентіңіздің сенімін артатын болады. Яғни, сонда сіздің 2 кезеңнен сүрінбей өтіңіздер. Ол, яғни, клиентті шақыру кезеңі 2 кезеңнен тұрады. Біреуі назарын аударту кезеңі, екіншісі уже бізде не істеу, сеніміне кіру. Осы 2 дүниені дұрыс орындайтын болсаңыз, назарын аудартып, бірақ сеніміне кіре алмайтын болсаңыз, тоже бизнесіңіз құлайды. Ал егер де сіз назарын аударта алмайсыз, бірақ сеніміне кіретін әрекет жасап жатырсаңыз да, онда да бизнесіңіз құлайды. Сондықтан да бизнесті бастадыңыз ба, назарын дұрыстап аударта білу керексіз, және сеніміне дұрыс кіре білу керексіз. Ал енді ары қарай бізде уже сату кезеңі. Уже бизнесіңіз дайын ба, осы 2 кезеңнен сүрінбей барлығын өткіздіңіз ба, ары қарай уже сату кезеңдері бар. Сату кезеңдерде 2-ге бөлінеді. Ол
эксперттік және клиенттің проблемасын түсіну. Енді эксперттік кезеңге біз қалай жатқызамыз? Яғни экспертке уже киіміңіз, сіздің дауыстың ырғағы, сөйлеу манераңыз, адамдарға сіздің сөйлеу манераңыз тоже жету керек. Одан кейін бір сіздің күлуіңіз, өзіңіздің ұстауыңыз, оның барлығы сізде эксперттікке жатады. Мысалға, бізде енді бизнесте екі түрлі бар ғой, біреуі эксперттік, яғни қызметін ұсынатындар, екіншісі өзінің тауарларын ұсынатындар деп. Енді эксперттер, мысалы біз сияқты, мысалға мен шаш қиятын маман болсам да, инфобизнесмен маман болсам да, мұғалім болсаңыз да, доктор болсаңыз да, SMM маманы болатын болсаңыз да, барлығы эксперттік деп атайды. Олар акцентті өздеріне қою керек, эксперттер. Эксперттер олар өзінің сөзімен, дауысымен, күлкісімен, шынайылығымен, прическасымен, ухоженностімен басқа адамдарға өзінің бизнесін өткізе алады. Мысалы, сату кезеңде бұл өте маңызды. Мысалы, қазір мен сабақта ешқандай не ухоженный, шашым қалай солай, ешқандай бір шамалы болса да боянбаған, халатпен отыратын болсам, тоже мен қанша жерден мына жерде түсіндіріп жатырсам да, мені уже экспертке сіздер бағаламайтын боласыздар, Мысалы, мен ондай адамдарды көрем, Құдай сақтасын, тегін эфир деп отыраттағыны, но не ухоженная, я тырнағы дұрыс емес, я шашы причесанный емес, я киімі түктелмеген деген сияқты бір сондай дүниелерді байқайсың. Сондайдан сақтаныңыздар. Сату кезеңінде эксперт өзі, мысалы, сіз шаш қиятын маман болсаңыз да, өзіңіздің сыртқы бейнеңізге все равно қарау керексіз. Ал енді клиенттің проблемасын түсіну кезеңі. Жоқ, енді бұл эксперттікті түсіндірдім ба, енді саудамен айналысатын, сатумен айналысатындар, олардікі қалай жүзеге асады. Олардың фотоларының әдемі, сататын тауарларының тауарлық видтері, мысалға, сенімділікке олар қалай кіреді, сататын заттар бар. Арнайы, мысалы, қазір мынандай кішкентай не бар, мысалға, артына фотофондар бар, соның бетіне сататын тауарларының каждыйын әдемілеп фотоға түсіріп, соны ұсыну керек. Мысалы, сіз киім сатасыз, киіміңізді ешқандай үтіктелмеген, бір вешалка іліп қойған, сондай суретін салып көрсететін болсаңыз, міне осы тауарды сатам деп, товарный вид болу керек, яғни ол тауарыңыз үтіктелген, естественно, артында бір арнайы бір фотофоны бар, қасында еще декоративный гүл қойып қойсаңыз, онда ол естественно оқырмандарға уже сіздің эксперттігіңіз өтетін болады. Екінші кезең, сату кезеңде, ол клиенттің проблемасын түсіну деп аталады. Ол қалай? Клиентке бірден сатпау керек. Мысалы, дәл бүгін қызық үшін сіздер көп қарайтын, сіз сенетін эксперттерге шығып, жай ғана сұрап көріңізші, мысалы, бір тауарын алам депші, сол кезде ол сіздің проблемаңызды шығару керек. Яғни, мен мысалы маған хабарласқан оқырмандарды мен міндетті түрде сұрап алам. Менде енді нысандағы аудитория әртүрлі болғаннан кейін бірден SMM курсыңыз қанша теңге деп айтса да, мен бірден бағасын айтпаймын. Бірінші мен оның проблемасын түсініп алам. Яғни, клиентке бірден сұрақтар қою керексіз. Есімі керек емес енді, но сөйлесу үшін есімі болғаны жақсы. Бірінші сұрап алам, саламатсызға, сіз қандай бизнеспен айналысасыз деп сұраймын. Ол бизнесін айтқанда, мысалға, мен инфобизнес, жақсы, мен сізді түсіндім, қазір мен сіздің проблемаңызды шешуге жақсы ұсыныс айтатын боламын. Ол үшін сіздің есіміңізді және жасыңызды білуге бола ма деп. Өйткені мен жасын сұрайтын себебім, ол мысалы 69-да ма, 21 жаста ма, менде неше түрлі курс болғасын, әр адамның проблемасын түсініп барып курсты ұсынады екенмін. Сол үшін клиенттің проблемасын сіз түсінуге тырысу керексіз. Ол клиентке бірден сатпау керексіз. Клиенттерге сұрақ қоюыңыз керек. Клиенттің не қалайтынын білу керексіз. Ол мысалға сізден ол SMM маманы болғысы келіп тұр ма маған, немесе или саудасын дамытқысы келіп тұр ма, мен оны білуім керек қой, не қалайтынын. Одан кейін барып алдымен проблемасын біліп алғаннан кейін барып сіз оған шешім ұсынатын болсаңыз, онда тоже клиентке де оңай болады. Сізге уже келуге ол қорықпайтын болады. Өйткені сіз уже клиенттің проблемасын түсініп, оған сіз шешім ұсынып тұрғаннан кейін, сізден кейін де ол басқа адамға баратын болса, ол дәл солай жұмыс жасамайтын болса, клиенттің проблемасын түсініп, оған ұсынысын айта алмайтын болса, ол по-любому айналып сізге келеді.
Мысалы маған келген клиенттердің 1-2 сағатта мен олардың проблемасын шешіп ұсынысын айтқаннан кейін олар моментально уже маған тіркеліп қалай айтсам болады, уже менің курстарымды сатып алады деген сияқты. Сондықтан да осының, яғни клиенттің проблемасын түсініңіздер, сұрақтар қойыңыздар, не қалайтынын біліңіздер, проблемасын түсініңіздер, проблемасының шешімін айтыңыздар. Осы кезеңнен өтсеңіздер, ары қарай уже ұстап қалу кезеңі деген бар. Ол ұстап қалу кезеңі, мысалы клиенттің номерін алу, мысалы сізге дайректке жазатын болса, WhatsApp-қа шығуға номерін алып қалыңыз. Одан кейін мысалға сіз әрдайым болып жатқан скидкалармен ол клиенттерге хабардар етесіз. Мысалы осы тұста мен айтатын телеграм канал ұстаңыздар. Мысалы таргетингке сіз өзіңіздің жарнамаңызды жібересіз ғой, сонда таргетингке мен көбінесе сілтемені телеграм каналыма қойып қоямын. Неге? Өйткені ол клиентті мен ұстап қалуым керек. Ол менің мысалы тегін сабақ ұйымдастырып жатайын, ақылы сабақ ұйымдастырып жатайын, мен постоянно сілтемені телеграмға жіберем. Өйткені маған телеграмға түскені выгодно. Телеграмға түсетін болса, әрдайым мен әрқашан тегін эфир анау-мынау жүргізетін болсам, просто телеграм каналыма жіберем. Телеграм каналымды көреді тегіні, сол жерде мені постоянно тегін сабақтарыма қатысып отырады, мені жақынырақ біледі деген сияқты. Одан кейін барып сыйлық беріп отыру. Мысалға Инстаграмда постоянно мысалға пост шығарасыз ғой, астына құрметті оқырмандар, мен сіздерге сыйлық берем. Егер де постоянно комментарий жазатын болсаңыздар, сторисімді қарайтын болсаңыздар, мынандай сыйлық, мынандай күні, мынандай акция деп постоянно сыйлықтар, осындай акциялар ұйымдастырып отыратын болсаңыздар, тоже клиенттеріңізді ұстап қалу кезеңнен сүрінбей өтетін боласыздар. Потом біздерге жалпы әлеуметтік желі не береді? Сіздердің бизнестеріңіз ол А точкасынан Б точкасына клиент жеткізу ғой, мысалға ретінде. Яғни проблемасын А точкасынан проблемасын Б точкасына жеткізу. Сіз егер де әлеуметтік желіңізді өзіңіз қолға алатын болсаңыз, осы мана айта кеткен инстаграмыңызды, ютубыңызды, телеграмыңызды, сайттарыңызды, осының барлығын қолға алатын болсаңыз, сонда әлеуметтік желінің арқасында сіз уже өзіңіз практиковать етесіз. Что, как, почем барлығын түсінесіз, я? Сізге уже тұрақтылық береді. Яғни постоянно сіз бизнесіңізді әлеуметтік желіде, стористе де активно болып, постта да активно болып, сториске мысалға минимум 12 сторис түсіру керексіз. Немен айналысып жатырсыз, бүгінгі планыңыз не деген сияқты. Одан кейін бар постқа минимум бір пост шығарып отырыңыз, тұрақтылық үшін, сенімділік үшін, өйткені клиенттер оның барлығын қарайды. Одан кейін бар сіздер жаңағы өзіңіз, например, минусыңызды білесіз ғой, например, сіз сөйлеу қабілетіңіз, мүмкін сіз тікелей эфирге шығуды білмейтін шығарсыз, мүмкін сіз әдемі сөйлеуді білмейтін шығарсыз, мүмкін сіз жазу қабілетіңізді арттыру керек шығар. Яғни өзіңіздің минусыңыз, сізде минус қандай? Текст жазудан мүмкін нашарсыз ба, картина жасау қолыңыздан келмей ма, сайт жасау қолыңыздан келмей ма, мүмкін мүлдем тікелей эфирге шығуға қорқатын шығарсыз, мүмкін сіз сатылым жасауға қорқатын шығарсыз, сатудан қорқатын шығарсыз. Өзіңіздің минустарыңызды жазып, сол минустарыңызды плюске айналдыруға жұмыс жасаңыздар, ол сіздердің қолдарыңыздан келеді. Одан кейін бар статистика, постоянно бизнес аккаунтқа өтіп, статистикаңызды қарап отырыңыз. Бүгін пост шығардыңыз, ол постты неше адам оқыды, неше адам лайк басты, неше адам комментарий жазды деген сияқты сұрақ қойып жүрейін. Барлығы естіліп жатыр ма? Кері байланысы орнатып жүрейік. Естіліп жатырса, плюс белгісін қойып кетіңіздер. Одан кейін барып, всегда талғамдарыңызды күшейтіңіздер. Талғамдарыңызды мысалға сіздердің өздеріңіздің инстаграмда жүргізіп жатырғанда, мына маркетингті сіздер қалай түсінесіздер, когда сіздер өзге адамды зерттегенде, именно сізбен нишалас, сіздің сіздікіндей бизнеспен жасап жүрген оқырмандарды зерттейтін болсаңыздар, уже сіздер өздеріңіздің вкустарыңызды күшейтесіздер, өздеріңізден мықты адаммен бәсекелесіңіздер. Яғни, барлығында естіліп жатыр екен, жарайсыздар, молодцы. Яғни талғамдарыңызды әрдайым күшейтіңіздер. Текст жазудан нашар болатын болсаңыз, онда текстті күшті жазатын адамдардың парақшаларына тіркеліп алыңыздар. Ал картина жасаудан нашар болатын болсаңыз,
Онда постоянно картинаны өте жақсы, визуалын, бүкіл фотоларын бір-бірімен үйлестіріп жүретін өте сондай адамдардың парақшаларына тіркеліп алыңыздар. Мысалға, өзіңізге сенімсіз, бір мысалы кейбір менде бар да оқырмандар, жеке коучингте келгенде жұмыс жасағанда даже сатудан қорқатын оқырмандар болады. Сатылым жасаудан қорқады. Олар үшін біреуге бірдеңені сатып ал деу, өзінің тауарын сату олар үшін қорқыныш. Мысалы, мен бір тауарды сатқанда, мен мысалы сатылым жасағанды өзім жақсы көретін адам екенмін да. Өйткені неше жастан? 17 жастан бастап мен сату маманы болып келе жатырмын да. 17 жастан бастаған екенмін. Соның әсерінен менде уже сатуға деген бір қорқыныш жоқ. Көп адамда сатуға деген кімде қорқыныш бар? Плюс белгісін қойып кетіңіздер. Кім сатудан қорқады? Сатылым жасаудан кімде қорқыныш бар? Өзіне сенімсіздік, тікелей эфирге шығу дегендерден қорқатын адамдар бар ма? Плюс басып кетіңіздер. Плюс басып кетіңіздер. Кім сатудан қорқатын оқырмандар бар ма бізде? Бар екен, е? Ал енді қараңыздар, мысалға сіздер, например, жарнамаларыңызды жібердіңіздер делік, таргетингке сіздер жарнамаларыңызды жібердіңіздер. Енді сол жарнаманы жібергеннен кейін көбісі бір жарнаманы береді, ойбай, менің бизнесім дұрыс емес, мен бизнес жасаудан қорқамын, менің қолымнан ештеме келмейді деп айтып жатады. Мен айтам, олардан жарнамалаудан қорықпаңыздар, жарнама жасауға деймін да. Сіз 7 рет касание деген бар. Сіз бір-ақ рет жарнама жібергеннен сіздің жарнамаңыз өтпеуі мүмкін. Өйткені мана айттым ғой, сіздерді халық танымайды, сіз әлі танымал емессіз, сізге әлі сенбейді деп. Сондықтан да сіз сатудан қорықпаңыздар. Мысалы, бір рет таргетинг жіберіп, менің оқырмандар маған қайтып келетіндер бар да. Оба, Шын ханым, мен сіз айтқанда бәрін жасадым ғой, мен парақшаны жүргізіп бастадым ғой дейді. Парақшасын жүргізіп бастағанда ішінде 15-ақ пост қарасаң, бір-ақ рет таргетинг жіберген, бір таргетингтен ешқандай результат шықпаған, нәтижесінде қорқып, менің қолымнан ештеме келмейді, мен бизнес жасай алмаймын, мен SMM маманы бола алмайды екенмін деп отказ беріп жатады. Жарты жолдан тастап кетіп сынып қалып жатады. Олай емес. Маркетингтен не сіздер ойлайсыздар ма? Бүкіл бизнесмен атақты болып кеткен блогерлердің барлығы бірден бір пост жазғаннан блогер болып кетті. Или мені ойлайсыздар ма? Бірден осындай SMM маманы болып кетті деп. Жоқ, басында қиналасың. Басында бірінші жасаған таргетингің өтпейді. Екінші жасаған таргетингің сенің өтпейді. Адам клиентке 7 рет көру заңдылығы деген бар. Ол заңдылық, сен қайта-қайта жарнама жіберу. Жарнама жасау үшін сенің парақшаң дұрыс па, өзіңе сенімдісің бе, өзіңді дамыттың ба, посттардың барлығы пайдалы ма, сторис түсіріп жүрсің бе, білет жарнама жібердің, 2 рет жарнама жібердің, 3 рет жарнама жібердің, 4-шісінде, 5-шісінде міндетті түрде уже жарнамаңыз сіздің өтімді бола бастайды. Яғни жарнаманы тоже тексеру керек адам. Мысалға, бір картина мен текстпен жіберген жарнама өтпесе, дәл сондайдың басқаша қылып жіберсе, ол өтіп кетуі мүмкін. Яғни бап жанама деген осы жерде ойнайды. Бірақ маркетингте бізді всегда үйретті біздің мұғалімдеріміз. Сендер бір жарнамадан қиналмаңыздар. Жарнаманы постоянно, регулярно, постоянно бүйтіп жіберіп отыратын болсаңыздар, клиентке 7 рет касание жасау керек. Клиенттің көзіне сіздер 7 рет көріну керексіздер. Содан кейін бар, клиент уже сене бастайды, сізді мойындай бастайды. Сіздің уже басқа келесі жарнамаңызға уже қарай бастайды. Мысалы, кейбіреулерде менде де ондай оқырмандар бар. Менің 1 тегін эфиріме қатысады, 2 тегін эфиріме қатысады, 3 тегін эфиріме қатысады, 4-ші эфирде барып айта алатындар бар сабағымда. Мысалғы ретінде да, сондай оқырмандар сіздерде де болуы мүмкін. Яғни сізге клиент сізді көре бастаған сайын, сізге уже сенімділігі арта бастайды, сіз уже клиенттің миына кіре бастайсыз. Яғни басында айтып кеттім, маркетингте клиенттің миына кіру керексіз. Миына ғана кірмей, сіз жүрегінен орын алу керексіз. Ал енді ерекшелену үшін дәл бүгін сіздерге тапсырма,
өздеріңізбен нишалас үш оқырмандарыңызды зерттеу керексіздер. Сонда сол сіз өзіңізбен нишалас оқырмандарды зерттеу үшін не істеу керексіз? Прям қағаз бен ручканы аласыз, поискке жазасыздар. Так, бірінші SMM, мысалы SMM маманы зерттейтін болсам, SMM деп мына жерге жазам, и кімдер бар, SMM саласынан мықтылар кімдер бар. Оның посттарын оқимын, фотоларына мән беремін, лайк комментарына мән беремін, бар ма жоқ па, стористерінде активны ма, посттарын күнде регулярно шығарып тұра ма, стористерін күнде шығарып тұра ма, 3 күн зерттеңіздер прям. Бәсекелестерден басып озу үшін рынокқа кірмес бұрын біз алдымен өзіміздің бәсекелестерімізді зерттеп алуымыз керек. Одан кейін сайтына кіріңіз, сайты бар ма, жоқ па, тегін сабақтар ұйымдастырып тұра ма, актуальныйның ішіне кіріп көріңіздер, ол жаққа не сақтаған. Потом жекесіне шығыңыздар. WhatsApp-на и директісіне шығыңыздар. Саламатсыз, мен сізден осыны алғым келеді деп, содан кейін біліңіздер, олар қалай жауап береді сізге. Ол сіздің клиентіңіз, сіздің проблемаңызды сұрады ма, сізге қалай жауап берді. Соны білесіздер де, уже түйін шығарасыздар. Яғни түйін шығарғанда сіз рынокқа кіре аласыз ба, бұлардан уже қалайсыз ерекшелене аласыз, бұлардан қалайсыз басып оза аласыз, уже сіз сол кезде түсінетін боласыздар. Пайдаңды көрсете білу керексің оқырмандарыңа, бәсекелестерің бере алмайтын дүниені беру керексің. Оны беру үшін сен алдымен әрине сен бәсекелестеріңді зерттеп алу керексің. Кешірім сұраймын. Мысалы қараңыздар, сіздер ойлайтын шығарсыздар да, любой бизнесте, мысалы кафе ашатын болса да, олар алдымен бәсекелестерін зерттеп алады. Рынокта кім бар? Мысалы 11 Ақтөбе қаласы, 11 микрорайон. Осы 11 микрорайонда қандай кафелер, ресторандар бар? Олар не ұсынады? Олардың обедтері қанша теңге? Олар қалай тойға қалай заказ қабылдайды? Оларда не жоқ? Олар сыйлыққа нені бермейді? Может, мен оны сыйлыққа беретін шығармын деген сияқты. Олар всегда барлық адам өздерінің бәсекелестерін зерттейді. Сіздер сол бәсекелестерін зерттеген кезде уже түсінесіздер. Оқырмандарыңызға бәсекелестерде жоқ қандай нәрсе бар, қалай мен пайдамды көрсете алам. Тек сіз ең бастысы бір саладан ғана мықты болыңыздар. Мысалы, бір оқырмандардың профильдерін оқысаң, бір қызықшы, мен SMM маманымын, мен психологпын, мен сетевикпін, мен блогермін деп әртүрлі 4-5 саланы жазып қояды ана жерге. Мен мұғаліммін, мен финансистпін, мен керемет анамын депші. Жоқ, бір саладан мықты эксперт болыңыздар. Мен мысалы өзім психологиядан мықтымын енді. Психологияның да бір адамдай білімім бар. SMM саласынан қалай білімім бар, менің психология саласынан да дәл сондай білімім бар. Бірақ мен жазып қоятын болсам, мен SMM маманымын, еще мен психологпын деп жазатын болсам, еще мен мықты сетевикпін, еще менің киім сататын бизнесім бар деп қойсам, онда ол күлкінішті болады, мысалға ретінде. Например, менде сетевоймен айналысам действительно. Менде өзімнің бизнесім бар. Мен еще психологпын, еще SMM маманым. Бірақ мен Инстаграмға тек SMM маман ретінде ғана танылам. Яғни, бір саладан ғана мықты болыңыз. Бір саладан ғана мықтылығыңызды дәлелдеңіз. Психологсыз ба, онда тек қана психолог. SMM мамансыз, значит, тек қана SMM. Сетевиксіз ба, значит, мықты сетевик. Яғни, бір жағыңызды ғана көрсетіңіз клиенттерге. Клиент сізді Шырын Мәлік қызы дегенде, менде уже кәсіпкерлерді дамытушы, бизнес-тренер, SMM маманы деген ой қалыптасу керек. Мен сол брендім үшін жұмыс жасап жатырмын. Сол сияқты сіздерде, мысалы, сіздің атыңызды, немесе сіздің логотипіңізді айтқанда, оқырмандардың ойына не түседі, сол направлениеге ғана жұмыс жасау керексіздер. Және ұсынысыңыз өте көп адамға керек болуы қажет. Яғни, сіздің, мысалға, сіз бір белгілі бір бизнеспен айналысасыз делік. Ол бизнеспен сіз өзіңізге ол бизнеспен жасаған ұнау да керек.
бірақ ол көп адамның проблемасын шеше алуы да қажет. Дәл қазір мысалы сіз елге пайдасыз, өтімсіз тауар сатумен немесе сондай бір іспен айналысып жүрсеңіз, онда қазірден бастап бас тартуыңыз кеш емес. Ең бастысы сіздің айналысып жүрген дүниеңіз ол сіздікі болу керек. Яғни ол сізге ақша да беру керек, энергия да беру керек, жұртқа пайдалы да болу керек, жұрттың проблемасын шеше алуы керек. Осыны енді клиентке әсер ету. Жалпы клиент шешімді қалай қабылдайды? Мана мен айттым сіздерге 7 рет касание деген бар деп, 7 касание қалай жүзеге асады? Қазір мен сіздерге айтып беремін. Адамдарда интуиция деген бар, яғни автопилот. Мысалы, сіз менің жарнамамды бір рет таргетингтен көріп қалдыңыз. О дедіңіз да, просто миыңызға солай сақталып қалды. Немесе белгілі бір ақпаратты, например, Coca-Cola, сіздер магазинге барғанда бірден көбісі Coca-Cola'ны алып жатады, Snickers алып жатады, там көп рет жарнамасы көп көрінетін дүниені алады. Өздеріңізді байқап қараңыздаршы. Бүгіннен бастап дүкенге барғанда сіздер мысалы неге Holiday алмайсыздар, неге Coca-Cola'ны аласыздар, неге сіздер қарапайым там көп андай TikTok деген мысалы там Джонс деген бір шоколад бар, және Snickers деген шоколад бар. Қайсысын аласыздар? Сіздер уже Snickersке сенімділіктеріңіз мол, Snickersті аласыздар. Неге? Өйткені сіздерге маркетингпен бұл Snickers'тің компаниясы уже жан-жақта ана жарнамадан атып шығып, мына жарнамадан бүкіл тесіктен атып шығып, сіздің көзіңізге көріне беріп, жүрегіңізден уже орын алып алғанда олар маркетинг арқылы. Сондықтан интуициясы солай, яғни автопилот дейді. Бір рет оқырман бір 2-3 рет бір нәрсені көрсе, сол уже миында сақталынып қалады, және сол тауарды бір жерден көріп қалса, уже өзіне бір жақын сезініп тұрады. Ой, мынау менікі деген сияқты қылыпшы. Сондықтан клиент шешім қабылдағанда бірінші интуиция арқылы қабылдайды. Одан кейін барып ойланады. Яғни бағасы, скидкасы болса, мысалы клиент ойланып тұрған кезде сіз скидка туралы айтатын болсаңыз, мысалы мен өзімнің оқырмандарыма көбінесе айтамын, егер де сіз бір жарты 30 минутта оплата жасайтын болсаңыз, онда бағасы мұнша теңге. Ал 30 минутта жасамайтын болсаңыз, онда бағасы осыншама қала береді деп. Яғни клиент ойланып тұрған кезде уже сен шешім қабылдауға мұрша бересің. Одан кейін бар эмоция, көңіл күй. Сен мысалы тауарыңды күшті көңіл күймен, әдемі настроймен, көтеріңкі көңіл күймен, әдемі уверен дауыспен айтатын болсаң, уже клиенттің шешім қабылдауына тоже әсер етесің. Мысалы, мен мына жерде вялая болып, клиенттің қабылдауына шешім әсер ету үшін сен өзіңе сенімді болу керексің, менің курстарым өте керемет деп айтып отыратын болсам, сіздер уже дауысқа да, көңіл күйге де настрой бересіздер. Мысалы, ұйқым келіп отыр, қазір мен бітіремін эфирді деп бүйтіп сызылып, жай бүйтіп ноутбукқа қарап, сіздерге қарап айтатын болсам, конечно, сіздер жалығып кетесіз, уже не істегілеріңіз келмейді. Клиентке шешім қабылдату үшін, клиентке сату үшін сіздің өзіңіздің көңіл күйіңіз тоже важно. Сіз қалай түсіндіріп жатырсыз, қандай эмоциямен түсіндіріп жатырсыз, соның барлығы. Және қабылдау. Яғни қабылдау дегенде, мысалы, сіз клиентіңізге белгілі бір тауарыңызды сатпас бұрын, оған бірінші жаңағы сезім мүшесі арқылы әсер етуіңізге болады. Яғни ол клиентке сіздің тауарыңыздың қандай да, мысалы, қарбыз сатарда, например, айтып жатады, базарда бізде 41 деген жер бар, оптовый сататын. Сол жаққа барып қауын қарбыз бірдеме аларда, жаңағы қауын сатып жатырған адам айтады да, мен қауыннан ауызсема, мынаны бүйтіп кішкене бөлігін береді, міне мынадан ауызсе дейді да, саған түгел мынаның барлығын сатып жібереді. Сол сияқты, мысалы, сіз егер де курс өткізетін болсаңыз, тегін сабақ беріңіз, қарбыз сататын болсаңыз, шамалы бір бөлігін ауызсетіп көріңіз. Киім сататын болса, барлығы айтады, сатушылар, киіп көрші, киіп көр. Алмасаң да киіп көрші деп айтатындар бар, сен уже киіп көресің, уже ұстайсың, одан кейін барып сен уже вау, алу керек екен деген шешім қабылдатасың. Түсіндіңіздер ғой, да? Енді сіздерге 10 минут уақыт бар екен, сіздерге бір күшті мотивация берейін. Өздеріңізге мотивация беріңіздер.
күшті фильмдер қараңыздар. Всегда говорит да деген кинолар бар, иә. Блондинка в законе деген кинолар бар. Күшті мотивациялық кинолар десеңіздер, шығады. Мотивациялық кино қараңыздар. Сосын мотивациялық кітаптар оқыңыздар. Қазір мен мысалы Қуаныш Шонбайдың бизнес симфония деген кітабын оқып жатырмын. Өте керемет мотивация алып жүрмін. Одан кейін барып сізден мықты адамдардың стористерін қараңыздар. Мысалы күшті күнделікті мотивация беретін, белгілі бір ақпарат беретін, керек емес адамдардан шығып кетіңіздер. Инстаграмдарыңызда тек сізге мотивация беретін адамдарға тіркеліңіздер. Потом хоббимен айналысыңыздар. Міндетті түрде өзіңізге не ұнайды? Сурет салған ұнай ма, ән айтқан ұнай ма? Өзіңіздің хоббиларыңызды дамытыңыздар. Ең бастысы өздеріңізді дамытыңыздар. Өздеріңізді дамыту үшін көтерілуге қорықпаңыздар. Мысалы, арман мақсаттарыңызды жаздыңыздар ма? Ол арман мақсаттарыңыздан да қорықпау керексіз. Бір арманыңызды жазасыз ба, оған жету жолында сіз қандай әрекеттер, яғни білім алудан ешқашан тайынбаңыздар. Білім алған адам, мысалы, біреулер бар. Мысалы, мен өзімнің қазіргі ісімім, өзімнің біліміме мен әлі де толықтырулар іздеп жүрмін. Тағы қандай бар? Сату өнерімді дамытайын, маркетинг саласын зерттейін, тағы қандай нелер, Инстаграмның қандай алгоритмдер өзгеріп жатыр, копирайтингтен тағы не модаға шығып жатыр, картиналардан қандай модаға шығып жатыр. Яғни білім алудан мен жалықпайды екен, ізденіп жүреді екенмін. Сол ізденістің арқасында мотивацияңыз сіздің күшейе береді, өзіңізге сенімділігіңіз күшейе береді. Бастысы өзіңізді артқа емес, алға тартыңыздар. Енді бірінші эфир, қазір сіздер мына сөзді жазып алыңыздар. Сөйлемнің жартысы. Мені өзгертетін деген осы құпия сөзді жазып алыңыздар. Мені өзгертетін. Ары қарай сөйлемнің жартысы екінші эфирде болады бұйырса. Алдағы екінші эфирге кіреміз. Мені өзгертетін деген сөзді жазып алыңыздар. Енді мен сіздерге осы қазір келесі эфирде тағы жалғасын айтып кетеміз. Сабақтың эфирді бітірген оқырмандарға, осы менің айтатын құпия сөйлемімді жазып алған оқырмандардың барлығына сіздерді өзгертетін, сіздерді дамытатын, кәсіпкерлердің миллионер ететін, мысалы байқайсыздар ма, 100 адам жетістікке жеткісі келеді, бірақ 100 адамның 10-ы ғана жетістікке жетеді. Неге? Өйткені ол магия утыры техникасын білмейді, конмари техникасын білмейді, кайдзен техникасын білмейді, тайм-менеджмент техникасын білмейді. Мысалы, сондай сияқты қазір құпиялы көп конмари техникасын білмейді. Сондай 5 техника мен сіздерге үйрететін боламын. Сол сабақты беретін боламын, тегін. Ол үшін келесі эфирге өтіңіздер.